сондықтан жан дүние бізге Алла Тағала бергеннен кейін Шәмс сүресінде айтады: «Уа нафси уа ма сауаха». Жанмен ант етемін дейді Алла Тағала. Өзінің жаратқан нәрсесі ғой, әркімнің ішінде тұр жан. Жанмен ант етемін, және сол жанды кемеліне жеткізіп жаратқанмен ант етемін дейді. Өзімен ант етіп жатыр. Бірақ бұл жанды жаратқан кезде Алла Тағала имтихан болу үшін бізге адам баласына фәәлхамаха фуджураха ва тақуаха, оның түйсігіне салып тастады дейді. Түйсігіне салды бойына күнәға да қабілетті болуды, тақуалыққа да қабілетті болуды деген. Сынақ болу үшін да тек қана тақуалық болса, онда періштесің. Соқтан аталы күнәға да бейім қып жаратты, тақуалыққа да бейім қып жаратты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллі Құранымен, хадисімен, сүннетімен естиді: тақуалығыңды өсіріп, мына күнәға деген бейімділігіңді өшіріп, бүйтіп басып ұстап тұру үшін келген адам. Оны жаңа өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз ятлу алейхим аятихи, менің құлдарыма барып, бұл пайғамбар Алла Тағаланың аяттарын оқиды бір, екінші ва юзаккихим, және олардың жандарын тазартады дейді. Жан тәрбиесін тазартады. Жүректің амалдары бірінші орында тұр. Мысалы намаз, ораза, зекет, қажылық, тағы басқа амалдар бар ғой. Бірақ бұлардың барлығы жүрекке тәуелді екен. Ниетте не болып жатыр? Осы екен шешетін. Ниетте не болып жатыр? Оны Алла және сіз ғана білесіз. Ал бір-бірімізді біз сырттан жаңағы құлшылықтар арқылы білеміз. Намаз оқылып жатыр, ораза, бірақ ниетте не болып жатыр? Оны тек Алла біледі, және сіз білесіз. Көрдіңіз, сондықтан осы ниет, ол сондай дұрыс қалыпқа келе алмайды. Мен өзімнің мұқтаждығымды сезбесем Аллаға әрдайым. Мен мұқтаждығымды сезу арқылы ғана орында тұрады. Егер мен ол сезімнен шығып кетсем, мен жоғалтып аламын ниетімді. Көрдіңіз ғой, сондықтан осы ниет, пайғамбарымыз айтып отыр ғой: иннамал аъмалу бинният. Күллі амалдар сол ниетіңе тәуелді дейді. Сенің ниетіңе, сенің қанша сағат жұмыс істеп ол құлшылыққа, қанша терлеп, қанша шақырым басқаның ойнамайды дейді. Қараңыз не деп жатыр? Мұқтажбыз қағидаға. Ниетте не болып жатыр дейді. Иннама ликулли имриин ма нава. Әрбір адамға ниеттенгені ғана болады дейді. Міне сондықтан сол ниетті біз әрдайым қарау керекпіз. Не болып жатыр мына ниетте? Біз біреулердің ниетіне кіруді үйрендік. Оны түсіндіруді үйрендік біз. Әдемі сөздерді үйрендік, сон былай дегендік. Сен өз ниетімізге кіруді үйренбедік қой біз әлі. Көрдіңіз, шайтан бізді қандай дәрежеге дейін алдап жіберген. Өз ниетіңде не болып жатыр? Жалпы өзі Алла Тағаланың алдында сенің орның бар ма? Сен біреу туралы сөйлеп жатқанда. Оны да сезе алмайтын жағдайға келгенбіз біз. Алла өз жағыңа өзің алып алғансың, Алла Тағаланы. Кім айтты ол сен жақта деп? Ол таза ғой, пәк қой ол. Сондықтан осы нәрселерді біз ойлану керекпіз да. Сонда жаңағы жанында айтады: екеуіне де бейімдеп жаратқан, екеуіне де қабілетті қылған. Мысалы күнәға қабілетің бар кәдімгідей, істей аласың. Бірақ Алла Тағала барма деді. Бармай, осы арқылы бармайсың, мына жақта аталық қосады екен, мына жақ өседі екен. Тағы бармайсың, тағы өседі, тағы бармайсың, тағы өседі. Мына жақ өскен сайын тақуалық жағың тазарып жатыр деп осыны айтады. Мынау өскен сайын, мынау сізді қатты мазаламайтын дәрежеге жеткізеді Алла Тағала күндердің бір күні. Көрдіңіз ғой. Сондықтан жаңағы аяттың соңында айтады: «Қода афлаха ман заккаха». Кім сол жанын тазаласа, сол құтылды дейді. Міне. Біз мұқтажбыз бұл қағидаға енді. «Ва қода хоба ман дассаха». Ал кім оны кірлетсе, ол қасіретке ұшырады дейді. Зиянға ұшырады дейді.